Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстанның дипломатиялық және экономикалық қатынастарының алғашқы қадамдары. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздік туралы декларация жариялады. Сөйтіп, дүниежүзілік қоғамдастыққа және экономикаға дербес енуге мүмкіндік алды. 1992 жылы қаңтарда 9 шет мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатылды. Республикамыздың сыртқы саясат ведомствосы ұлттық мүдде және жалпы адамзаттық мүдделерді үйлестіріп жүргізетін дипломатиялық саясатқа кірісті. 1991 жылғы желтоқсанда Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының үкіметі екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланысты дамыту мақсатымен достық, ынтымақтастық, теңдік және өзара тиімділік негізінде сауда-экономикалық келісімін жасады. Ол 5 жыл мерзімге күшінде болды. 1992 жылдың тамыз айында Қазақстан мен Қытай өзара өкілдіктер ашу туралы келісімге қол қойды. 1992 жылғы қаңтар айында Корея Республикасымен де толық дипломатиялық қатынас орнатылды. Ал 1994 жылдың желтоқсан айында ақш, Ұлыбритания және Ресей Қазақстанның шекарасының тұрақтылығы және оған қарсы ядролық қаруды қолданбайтындығы туралы келісімге қол қойды. Сау болыңыздар.